Махмуд Қашқари, түркі ғалымы. Әйгілі Дивани лұғат ат-түрік, яғни түркі сөздерінің жинағы атты еңбектің авторы. Толық аты жөні Махмуд ибн әл-Хусейн ибн Мұхаммед. Туған жері қазіргі Қырғызстан жеріндегі Ыстықкөл жағасындағы Барысқан қаласы. Махмудтың әкесі белгілі қолбасшы, Барысқанның әмірі болған. Ол кейін Қарахан әулеті билеген мемлекеттің мәдени-саяси орталықтарының бірі Қашқарға ауысқан. Махмуд осында дәріс алған, ұзақ жылдар тұрған. Оның аты жөніне қай жерден шыққанын көрсететін дәстүрмен Қашқариді тіркеуінің мәнісі де содан. Ғалымның туған, өлген жылы белгісіз, шамамен 11 ғасыр. Ол жөнінде өзі де, басқа зерттеулер мен сол тұстағы жазбаларда да ештеме айтылмайды. Ол Қашқарда алған білімін одан әрі толықтыру мақсатымен Бұхара, Нишапурда, Бағдат қалаларында болды. Түркі тілінің сыртында араб, парсы тілдерін жетік меңгереді. Өз заманның аса білімдар филологы, тарихшысы, этнографы, географы ретінде танылады. Махмуд Қашқари түркінің тұңғыш тіл маманы, түркі тілінің оқулығын жасаған, грамматикасын түзеп, жалпы түркі әлемінің тіл өнерінің өрісін кеңейтіп, өркенін өсірген ғұлама. Түркология тарихында ол тұңғыш тарихи салыстырмалы әдісті қолданып, түркі тілдері тарихи диалектологиясының негізін салды. Оның осы тілдерді салыстырмалы түрде зерттеу тәсілі бүкіл шығыс тілшілеріне ортақ зерттеу тәсілі ретінде өзінше бір мектеп болып қалыптасты. Түркі жұртының бай тарихы, географиялық жағдайы, әдебиеті мен өнері, этнологиялық ерекшеліктері Дивани лұғат ат-түрікте нақты тарихи деректілік сипатпен танылған. Ол көптеген ұлыстардың, тайпалардың тіл ерекшеліктерін саралап, түркі тілінің бітімін ежіктей түсіндіреді. Тұрмыс салтын, әдет ғұрпын баяндайды. Сол кездегі бірқатар қаламгерлердің, ғұламалардың, тарихи адамдардың аттары мен өмірбаяндық деректерін, түркі халықтарының байырғы жырларын, мақал мәтелдерін береді. Сонымен қатар, ол көне дәуірдегі түркінің әлемдік картасын жасап, онда Барысқан, Баласағұн, Тараз, Екөгіз, Қашқардан бастап түркі дүниесінің ежелгі шаһарларын, елді мекендерін түгелдерлік көрсетеді. Бұл ретте оны түркі жұртының тұңғыш энциклопедиялық анықтамалығы десе де болады.